Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы 9 сынып. Пән мұғалімі Лесова Ақмарал Кеңесовна. Атадан қалған асыл сөз бөлімі. Көш бастау қиын емес, қонатын жерден көл табылады. Қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Шаршы топта сөз бастаудан қиынды көргем жоқ деп, сүбелі сөз, сырлы саз қалдыра білген Бұқар жырау Қалқаманұлының тілек өлеңімен бүгінгі сабақта таныс боламыз. Оқу мақсаты: көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Көркем шығармалардан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Олай болатын болса, миға шабуыл кезеңі, яғни мынадай сұрақтар қоямын. Бұқардың әкесінің есімі, Бұқардың туған жері, Бұқар қай ғасырда өмір сүрген, жырау өлеңдерін жинап қағаз бетіне түсірген кім, Бұқар жырау толғауларының басты тақырыбы, жыраудың адамгершілікке, адалдыққа баулитын қандай өлеңдері бар. Бағалау критерийі: көркем шығармалардан алынған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Көркем шығарманың идеясын түсінеді, үзінділерді шығармашылық жұмыста қолдана алады. Жақсы. Келесі тапсырма Вен диаграммасы. Біздер Жиембет жырау мен Бұқар жырауды салыстырайық. Өзімізді тексеріп көрейік. Жарайсыздар, бұл тапсырманы өте жақсы деңгейде орындады деп білемін. Балалар, алдарыңызда тұрған мына суреттерге ден қойып назар салсаңыздар, Бұқар жыраумен қандай байланысы бар деп ойлайсыздар? Алғашқы екі суретте өмір, уақыт, адамның жас кезеңдері. Келесі үшінші суретте ынтымағы мен бірлігі жарасқан ұжым. Төртінші суретте бүкіл елді өзіне қарата білген Абылай хан бейнеленген. Иә, балалар, дұрыс ойлайсыздар. Бұқар жырау Қалқаманұлының өлеңдері бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Алғашқы өлеңдерін адам өмірі мен адамның жас кезеңдеріне арналған десек, келесі бір тобын ел бірлігі, елдің бүтіндігі, ел тағдыры деп топтастырсақ, келесі бір топ өлеңдерін Абылай ханмен байланыстыруға болады екен. Жақсы. Тапсырмаға назар аударайық. Қоржындарға жинау, яғни берілген Бұқар жырау өлеңдерін белгілі бір қоржындарға, яғни нақтырақ айтсақ, Абылай хан туралы, ел бірлігі, өмір туралы деп топтастыруымыз қажет екен. Бағалау критерийі: берілген өлеңдерді тақырып бойынша топтастырыңыз. Дескриптор: өз көзқарасын білдіреді, өмірмен байланыстырады, өлеңдерді топтастырады. Жақсы. Өзіңді тексер. Балалар, берілген сілтемені басып, Бұқар жырау Қалқаманұлының тілек өлеңімен таныс болайық. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз әзәзіл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үш көлсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз 6 қанат ақ-орда, ардақтаған аяулың күнінде барып біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз
желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. 8-ші тілек тілеңіз, 8 қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа. 9-ші тілек тілеңіз, төріңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. 10-ші тілек тілеңіз, оңай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күнде айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, анаң бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз, 10 бармағы қыналы, омырауы жұпарлы, иісі жұпар аңқыған, даусы қудай саңқыған, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, ардақтап жүрген бикешің, жылайда жесір қалмасқа. Жақсы, олай болатын болса, тілек өлеңіндегі ақын қолданған сөз өрнектерінің ой сезімге әсер ету тәсілдерін анықтаймыз. Яғни, кесте сызбасында топтастырып жазамыз. Алғашқы бағанға жырау атаған тілек түрлерін жазсақ, келесі бағанға өз пікірімізді, көз қарасымызды білдіреміз. Бағалау критерийі: кестені толтыру. Дескрипторы: жырау атаған тілектерді санамалап жазады, өз пікірлерін өмірмен байланыстыра отырып жазады. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ бойынша ең деген өз ойыңды, яғни сабақ барысында ең қызықты тапсырманы, сен үшін ең жеңіл болған тапсырманы, және де сен үшін ең қандай тапсырма күрделі болды, соны санамалап жазып береміз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта Бұқар жырау Қалқаманұлының өлеңімен, тілек өлеңімен таныса отырып, Бұқар ел тағдырын, елдің бүтіндігін, бейбіт өмірін, тәуелсіздікті өз жырларына арқау еткен. Соның дәлелі тілек өлеңі деген қорытындыға келіп, бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.